Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз металдар сабағымыздың, яғни галогендер топшаның үшінші бейметалымен танысатын боламыз, яғни бром. Ең бірінші оның кеңістікте орналасуын қарап көрейік. Яғни суретте көрсетіп тұрғандай, периодтық жүйеде бром төртінші периодта 17-ші топтың негізгі топшасында орналасқан, атомдық нөмірі 35 және салыстырмалық атомдық массасы 79-да 9. Есептеу кезінде 80 деп аламыз. Ары қарай енді осы бромның атом құрылысын қарайық. Жалпы оның 35 протоны, 35 электроны және шамамен 45 нейтроны бар. Бұл жерде міне 3D моделін қарап көрсеңіздер болады. Және бұл жерде сонымен қатар электронды конфигурациясын көрсетіп кеткен. Жалпы ең соңғы энергетикалық деңгейін қарасаңыздар, ода 7 электрон бар. Сондықтан да бром ол бір электронды қабылдап алуға бейім келеді. Бір электронды қабылдап алып, бром минус ионын түзеді. Ары қарай енді бромның осы кеңістікте орналасуына келетін болсақ, ол валенттік электрондарда P орбиталында орналасқан бром атомдары, яғни оның молекуласы бром 2 түрінде жазылады және екі атом коваленті байланыс арқылы байланысады. Енді тағы әрине бромның да изотопы бар, басқа галогендер сияқты. Оның бром 79 және бром 81 деген екі изотопы бар. Бромның ашылуына келетін болсақ, оны 1826 жылы осы француз химигі Антони Баллард ашқан болатын. Бромның атауы грек тілінде, яғни бром сөзінен шыққан, ол яғни жағымсыз иіс деген мағына береді. Бром жалпы табиғат күйінде, бос күйінде кездеспейді, бромид тұздарының түрінде болады. Ол көбінесе теңіз суларында, тұзды көлдерде және минералды тұздардың құрамында болады. Және бромның алыну жолы ол өнеркәсіпте бромды теңіз суынан немесе осы тұз ерітінділеріне алады. Бұл жерде реакциясы берілген, яғни мысалы натрий бромидті, мысалы оған хлор газын қосып, осы бром газын алса болады. Бұл жерде яғни хлор бромды ығыстырады. Енді физикалық қасиетіне келетін болсақ, негізі ол қызыл қоңыр түсті сұйық, өткір иісті, улы суда аз ериді және буы қызыл түсті. Қайнау температурасы 59 Цельсий градус. Бұл жерде суретте, яғни түсін қара көрсеңіз, яғни қызыл қоңыр түсті сұйық зат екені көрініп тұр. Бромның химиялық қасиетін туралы, яғни бүкіл галогендер сияқты ол металдармен әрекеттесіп бромид түзеді. Сутекпен әрекеттескен кезде бром сутек қышқылын түзеді және сумен әрекеттескенде қышқыл түзеді. Енді ары қарай қосылыстарына келетін болсақ, сутек бромиді, натрий бромиді, калий бромиді, бром қышқылы сияқты осындай қосылыстары бар. Формуласын кестеден көрсеңіздер болады. Енді қолданылуға келетін болсақ, ең бірінші ол медицинада тыныштандыратын дәрілерде осы бром қолданылады. Фотографияда күміс бромиді қолданылады. Өнеркәсіпте осы бояғыш заттардың пластмасса өндіруде қолданылады. Ауыл шаруашылығында кейбір химиялық препараттарда қолданылады. Бром туралы қызықты және тың мәліметтер: бром қалыпты жағдайда сұйық күйінде жалғыз бейметалл, оның буы өте улы, бром теңіз суында кездеседі, кейбір жануарлардың ағзасында аз мөлшерде кездеседі. Жалпы броммен жұмыс жасаған кезде өте абай болу керек, яғни қорғаныс көзілдіріктерін қолдану керек, қолғап кию керек, жақсы желдететін жерде жұмыс істеу керек, буынмен демалмау керек. Бром өте улы. Енді бром жалпы болашақ үшін де маңызды бейметалдардың бірі. Өйткені ол медицинада, жаңа материалдардың өндірісінде, химия өнеркәсібінде маңызды рөл атқарады. Және осы бром негізінде кейбір заттар өртке төзімді материалдар жасауда қолданылады. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса жазып өтіңіздер және берілген ссылкадағы тест пен тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.